салсаңыз соны ішіңіз. Сізде ет жоқ. Түспаған. Қанап қана. Етіңіз жоқ, етіңіз жоқ. Мынайыңызында жазылған, тазаланған. Осыны іше беріңіз дейді. Мен инсульт алғым бар. Микроинсульт дейді. Ташкент айтты соны. Мына аяқпен, мына оң қолдан алған. Мына ұстасам бірдеңе ұстала береді. Ұстай алмайды. Енді қазір ананда ұстаймын. Ыстыққа да бар, тамақты да істеймін. Анан іштім ғой. Ішіп жатырмын. Енді қазір судорогың болып жатыр ма? Жоқ па? Бәрі жоғы қанша іштің айтшы? Бір пачка? Мен 45 іштім. Бір пачка 15-ақ штук ішті. Көрдің ба? Менің қызымда да сол. Керемет. Тоқтатпауым керек. Енді. Айлайлайнды да қосып ішем ба депті. Обязательно. Молодец. Өзімнің результатымды айтып, енеме айтам, анаған айтам. Бірақ ана енем намады. Сөйтсем бір күні күйеуімнен соқа барып оққан ғой, сөйтсем маған звондайды. Қазір дайындап отырмын, мен сен офисіңе апарамын. Тыныштық па? Мамам маған алып ішемін деп жатыр дейді. Сөйтсем көршісі жүгіріп келген ғой, сүт алады да. Сөйтіп көршісі сүті наған кезде, сен жүрісің нормально болып қапты ғой дейді да енем. Мен күйеуім екеуміз, шалым екеуміз ашекімен айлайын ішкен ғой. Сөйтіп жақсы болады. Енді ана күйеуім алмасында беретін еді дейді. Қазір бермейтін ғой, екі бөлік ішетін ғой. Содан жақсы болады дейді. Сөйтіп мен айтамын да, как будто мен бір жаман нәрсе айтқандай болдым. Бөтен кеселеді да? Не алды ғой енді, сөймен ішті. Сөйтіп мен бәрін жазып беремін. Қалай ішу керек, 20 миллиграмға лимон қосып ішеді. Мынаны ашқарынға ішеді. Тамақтайын дейін деп айтып түсіндірем. Бірақ енем түсінбеген ашетіні кәдімгі сумен іше берген да. Егер результат көрген жоқ, мынау сол күйі мен ана ауырып жатырмын. Мама сіз қалай ішіп жатсыз? Сумен ішіп жатыр. Толтырып па я? Ондай қылмайды, мынандай қылып су. Азғандай сумен ішесің. 50 грамм ішесіз, ана кішкентай немізге. Лимон қосасыз, сөйтіп ішесіз. Себебі кәрі адамдарда кислота аз болады. 20 минуттан кейін ішіп. Тамақты ашетін тамақты тонқиып ішіп аласыз да, сөйтесіз 20 минут неғып болған екен, ішесіз. Келінге айтып түсіндірмем, осындай деп. Жоқ, ішкен екен, уже ішім жүре бастады дейді. Мен уже ана екеуі. Ана лимон қосып ішкен, уже результаты көріп жатыр да, ішкен жүріп жатыр, асылып жатыр да. Сөйтіп менің жаңағы қайнымның қызы бар, қызыппенмен ауырып да. Бір нелерде келді ғой, ана бір жетектеп. Жетектеді, одан тұра бастады, қадел айтты. Ана немені үжімен ана келінге жіберіп алды. Ол біреуін ішкізді, кейін тоқтатып қойды да. Сен тоқтатпа, қайттан ішкізді. Мұны көріп жатсың ба, результат болады. Енді айтады, дүйше тағы алдыртыңызшы. Енді мен сендерге айтайын, бұл қыз біз барған кезде енді босанған екен де 40-нан шықпаған бөпесі бар. Сөйтсем бүйтті ғой, жаман өзім жылағым келді. Ана баланы емізетін кезімде дейді, емізетін кезімде бүйтіп ыңғайлап бір жастыққа қойып отырып па, бүйтіп ыңғайлап отырып емізбесем дейді. Любой жерде отырып емізсем құлайым дейді да эпилепсиямен. Сол кезде балам майып болады, қасымда ешкім жоқ деп сондай күдікпен емізеді екен да. Бүйтіп отырып. Қазір міне Құдайға шүкір. Көрдің ба қандай? Сіздерге спальныйде, кәдімгі спальный қағатты емізіп отырып, құладым ғой, судырғымен да. Ана бала қайта мен үстіме түсіпті, кішкентай шыққан жоқ. Есін жейсем, шымылдап екен да. Әнекей. Ешкім болмайған да. Сонымен бір немін тауым керек қой, емді. Қой деп жүргенімде, міне Аллаға шүкір. Керемет. Керемет. Ойбай, енем жақындамашы. Жоқ, мама менкі қазір. Бодырыймын, жақсымын қазір. Ұстап атқан жоқпын. Анан ішіп жатырмын ғой мен деймін да. Бірақ әлде де аз ішу керек. Диагнозды эпилепсия деді. Астана рак деді. Бірақ Ташкент оны екеуін жоққа шығарды да. Менікі мындай нехватка кислород деді. Миға жетпейді да кислород жетпейді. Кислородный голодание. Сол жетпеген кезде құлайсыз да. Ішкен екен, бір жағынан мен ұйқымда тынышталды. Ұйықтамайтын тұғын бәрінде. Ұйқым тынышталды. Мен аяқтарым. Инсульт алған ғой. Нәрсе жегендей болатын тұғын. Жемар болған. Ол басылды. Мынау қолменше мынау ұстай алмайтын тұғын. Мынау түсіп қала беретін, ұстатпайтын, қысып қалатын. Молодец.